Бүгін біз бір ғана жұмыртқадан бауырсақ дайындайтын боламыз. Ал ендеше кеттік. Ол үшін бізге қажетті. Мен отбасыда көп қамтылған отбасы болғандықтан 2 килограмм ұн, 1 жұмыртқа, 100 грамм сұйық май, 100 грамм қант керек. Және 2 қасық дрожжи, 2 қасық тұз. Ендеше ары қарай келесі ұнымызды ортасын ашып жаймалап аламыз. Оның ішіне қажетті қоспаларымызды барлығын бір-бірлеп қосып шығамыз. Алдымен тұз қосып шығамыз. Сосын жаңағы дрожжимызды қосып шығамыз. Қарапайым кез келген әйел орындай алады. Сосын қантымызды қосамыз, барлығын қосып аламыз. Ешқандай да қорқудың қажеті жоқ. 100 грамм майымызды құямыз. Құйдым. Ең кереметі бір ғана жұмыртқа қосамыз. Әдетте жаңағы қамырымызды ашымай қалады. Және жылы су құямыз. Су маңызды, себебі жылы суымыз қаттастық болса, дрожжимыз өспейді. Қамырымыз қатты көтерілмей қалады. Немесе қатты салқын болса, ол да тоңып, бауырсақ көтере алмай қалады. Сол үшін жылы тым ыстық болмау керек, тым суық болмау керек. Кеттік. Суымызды қосамыз. Суды қамырымыз қатты не болмас үшін, қатты болып кетпеу керек, қатты жұмсақ та болмау керек. Сол үшін енді ары қарай су құйғаннан кейін жақсылап қоспамызды араластырып аламыз. Содан жайлап қамырымызды илеп бастаймыз. Сіздерден кішкентай ғана өтінішім бар. Лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын. Себебі бұл маған шабыт әкеледі. Ең бірінші сол алдындағы пісіріп жатқан асқа қатты көңіл бөлсе, кез келген тамақ дәмді болады деген мендегі керемет ұстаным. Өздеріңізде ұстанып көрсеңіздер болады. Қамырымыздың қатты болмау керек. Өте қадағалап отырсаңыз болды. Мен оны саған сыйлағанмын. Жаным маған сенсіз күн бар ма? Бауырсақтың көлеміне қарай аздап қоссаңыз болады. Біз қазір қамырымыз дайын болды. Қарап байқасаңыздар, қамыр толық иімі қанбады. Мен ол үшін қамырды қоямын және бұның бетін орамалмен жауып 5-10 минутқа қалдырамын. Қамырым дайын болды. Енді оны жабу үшін сұйық май құямын. Ұнымыздың сыртын сұйық маймен жақсылап шағып жауып қоямын. Осылай 1,5 сағатқа қалдырамын. Біздің қамырымыз көтерілді. Біз осыны тағы да үстінен басып, тағы да жарты сағатқа қалдырамыз. Біздің жарты сағатымыз өтті. Енді қамырымызды жайлап, жұқалап жаймалаймыз. Қамыр тым қатты болмау керек, тым жұқа тағы болмау керек. Мен қамырымды жайып болдым. Әркім өзінің қалауынша мүмкін дөңгелек қып немесе кубик сияқты
пішін жасап кесіп аламыз. Бағым ау сені бағаладым, басқаға босқа қарамадым. Жанымнан сені кешті кетсем, сағынып ерте ораламын. Жаным, жаным, маған сенсіз күн бар ма? Сен қиналма мен қасыңда тұрғанда, тұлғалы сендей сол. Енді осы бауырсағымызды, дайын болған бауырсағымызды орамалдың үстіне тізіп аламыз. Міне бауырсағымыз дайын болды. Енді оны орамалдың үстіне тізіп, оның бетін жауамыз. Келесі кезекте бауырсақ пісіретін майымызды дайындаймыз. Енді бауырсақты майға салып, екі жағын кезектеп қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекейіңіз, бүгінгі бауырсағымыз жұмсақ, жұмсақ, әдемі болды.